Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін өте дәмді, хош иісті ташкентский чай дайындаймыз. Алдымен бір шай қасық көк шай, бір шай қасық қара шай, апельсин, лимон, нават. Нават мен кішкене ғана қостым, бұдан көбірек қоссаңыздар да болады. Одан кейін мята қосамыз және соңында қайнаған су құйып, крышкасын жауып 5-10 минутқа тұндыруға қалдырамыз. Сол аралықта ішіндегі нават та ериді, оның үстіне шай ерекше түске бөлінеді, сондай-ақ иісі де дәмі де ерекше бола түседі. Сондықтан жасап көріңіздер, сіздерге рецепт ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.